Сәлем достар, сіздермен бүгін осындай ескі орындықты өз қолымызбен жаңаша етіп өзгертеміз. Ол үшін ең алдымен сыртқы қабатын барлығын шешіп алып тастаймыз. Ендігі кезекте қырғыш қағазбен орындықтың аяқтарының жылтыр қабатын кетіріп шығамыз. Содан кейін қалаған түсіңізге бояп шығамыз. Бояған түсіміз қанық болып көріну үшін 2-3 қайтара бояу керек болады. Келесі кезекте осындай поролондар қажет болады. Содан соң әр орындықты осылай 2 поролонмен қаптап шықтым. Ол үшін бізге осындай құрылыс степлері қажет болады. Содан кейін қалаған матаңызбен қорытындылап тағы қаптап шығамыз. Міне ескі орындығымыз жаңаша келбетте өзгеріп шыға келді. Менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.